Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып соттардағы цифрландыру моделі, азаматтық даулар мен интернет алаяқтық. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Алмас Солтанғалиұлы Салимов, Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы. Нұргүл Гаппарқызы Лесова, Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы. Добрый день, уважаемые зрители. Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – модель цифровизации в судах, гражданские споры и интернет-мошенничество. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерлерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше Алмас Солтанғалиұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Добрый день, уважаемые жители столицы. Тема нашего сегодняшнего брифинга – это гражданские споры и интернет-мошенничество. Как граждане могут защитить свои права, оказавшись в этой ситуации, оказавшись жертвой таких действий, как интернет-мошенничество. На сегодня это явление является распространенным. Для кого не секрет, что в социальных сетей, через платформы различных социальных сетей идет реклама. Интернет-мошенники активно пользуются способами, чтобы завладеть чужими деньгами. Но если мы говорим об интернет-мошенничестве как уголовном правонарушении, то есть это хищение чужих денежных средств путем обмана или злоупотребления доверия, то как гражданский, как судья гражданского суда, мы рассматриваем уже вытекающие из этих споры, именно иски потерпевших, так называемым дропером. Самый распространенный вид искового заявления – это иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. То есть когда человек оказался обманутым, его деньгами завладели лица, неизвестные лица чаще всего, поскольку органы уголовного преследования возбуждают его по факту, не всегда могут сразу и своевременно установить, чаще всего неустановленные лица. Соответственно, идет цепочка, то есть установление людей, кто с этим связан. И к ним уже относятся и граждане Республики Казахстан, которые тоже оказываются, возможно, даже в какой-то части жертвами таких интернет-мошенников, попавшись, возможно, на уловку этих людей, которые обещают за вознаграждение, малозначительно пользуются их банковскими счетами, другими идентификационными документами, либо платежными системами. И, соответственно, деньги жертв поступают к ним на счета, а затем уходят в пользу третьих лиц, то есть злоумышленников. Вот в этой части, конечно, здесь уже не дожидаясь переговора, поскольку до переговора может пройти очень много времени, граждане обращаются в иском в суд. Каким образом все-таки, наверное, необходимо людям, попавшим в эту ситуацию, в первую очередь действовать, это, конечно, обращаться в органы полиции и обращаясь с иском в суд, указывать правильное основание. Здесь очень различная есть судебная практика, поскольку методов, способов, средств у мошенников очень много, чтобы обмануть людей, и разные схемы придумываются. Например, даже через маркетплейс, продажа какого-то товара, несуществующего товара или оказание услуги, на самом деле, оказывается, что человек попадается на эту уловку. И, соответственно, он подает иск о взыскании за непоставленный товар или услугу. Это другое основание иска. А мы говорим же о сумме неосновательного обогащения тогда, когда он обманным путем, например, оформил на себя кредит в банке второго уровня, и думая, что он защищает свои деньги, перечисляет деньги на счета третьих лиц, даже не одного человека, а несколько людей, может быть. А здесь уже все-таки часть, наверное, больше будет ответственности самого потерпевшего, поскольку он именно предоставляет тоже эту возможность, скачав эту программу, предоставив доступ к своему мобильному устройству, и чтобы его банковские счета спокойно распоряжались деньгами, находящимися на его счетах.
Так вот, все-таки законодатель идет, да, старается идти в ногу со временем, предусмотрел такую норму, поскольку банк второго уровня это все-таки организация, которая имеет свои требования, да, предъявляемые законом, и должен тоже отслеживать такие действия, препятствия, да, предотвращать, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться информацией у клиентов, о деньгах, находящихся на его банковских счетах. Установив, что все-таки эта информация ушла на сторону, обязаны сообщить об этом клиенту. Это норма закона, прямо предусмотренная в статье 34 закона о банках и банковской деятельности, пункт 15. Так вот, банк, увидев это, сообщает клиенту, если будет в дальнейшем клиент признан потерпевшим по уголовному делу, или, к примеру, даже просто будет представление органу уголовного преследования об устранении нарушений, выявленных или способствующих совершению уголовного правонарушения, то банк обязан приостановить взыскание задолженности, начисление вознаграждения и пени. То есть таким образом потерпевший, то есть это интернет-мошенничество может быть защищен, да, то есть с него не будут взысканы эти деньги. Но это происходит ровно до того момента, когда будет вынесен приговор суда, поскольку у нас вина может быть установлена только приговором суда, то есть уголовное преступление может быть, человек будет признан виновным только по приговору суда, вступившего в законную силу. Так вот, после этого банк второго уровня на основании заявления клиента обязан будет уже списать эту задолженность. Это тоже способ защиты, охраны гражданских прав людей, которые могут оказаться жертвами интернет-мошенничества. Но проблема в том, что с момента, да, потери денег до момента приговора суда может пройти очень много времени. Соответственно, гражданин все-таки, желая возместить свой ущерб, обращается с такими средствами, как неосновательное обещание. Кроме этого, наверное, необходимо сообщить людям не только, которые оказались напрямую жертвами онлайн интернет-мошенничества, да, но и косвенно. На сегодня очень распространенный вид — это криптовалюта есть, так, криптобиржи, то есть используется это новый вид, да, активов, которые для, наверное, неискушенного человека может быть неизвестным, да, что это такое. Ну, люди ищут новые способы, может быть, заработков, доходов и обращаются, да, читают информацию, обращаются к этим знаменитым платформам. К примеру, у нас есть, да, часто международные платформы, и на них приобретают криптовалюту, торгуют, да, это называется сделка P2P, простым языком. Соответственно, в данном случае мы знаем, что здесь то есть очень много у нас здесь было ситуаций, когда тоже, например, самый известный, наверное, это биткоин, да, когда он стоил одну цену, потом он вырастает несколько раз, то есть до 100 тысяч долларов за биткоин. Соответственно, это очень привлекает, но здесь риск существует именно для того человека, который регистрируется на этой платформе и совершает эти сделки. Так вот, интернет-мошенники очень часто пользуются таким видом, чтобы опять-таки вывести деньги жертвы, да, к примеру, оформляет на него вот этот кошелек криптобиржи и покупает криптовалюту. Человек, который не подозревает, думает, что он продает законным способом криптовалюту, P2P, все законно, это официально, а в последующем при нему приходит иск о взыскании той же суммы неосновательного обогащения, поскольку жертва не получила эту криптовалюту и завладели уже мошенники. А в суде возникает спор, а законным способом ли получил у нас ответчик эти денежные средства. Эта ситуация тоже она дискуссионная, да, возникает немного споров, вернее, немало споров, да, в этой части. И как раз таки закон, это у нас 2023 года в Казахстане действует, о цифровых активах, регламентирует, что все сделки с криптовалютой, они должны происходить на международной платформе Международного финансового центра Астана. То есть есть специальный закон,
регулирует, и если криптобиржа там не зарегистрирована, соответственно, это уже не регулируется законами Республики Казахстан. Мы не можем охранять, да, лиц, и суд не может применять и защищать тех участников этих сделок, P2P сделок с криптовалютой, когда они совершаются на той же международной платформе, которая не зарегистрирована на платформе Международного финансового центра Астана. И здесь очень надо быть, наверное, осторожным в этой части, да, гоняясь за прибылью, можно попасть на такой иск и не понимать уже, почему с него взыскали эту сумму. Думаю, в дальнейшем все-таки законодательно это будет урегулировано, тем более, что и у нас существует специальный государственный орган, это комитет, да, по искусственному интеллекту, криптовалюте. И здесь как раз-таки разрабатывается, но это, наверное, уже ближе будет вопрос к Международному финансовому центру, как на песочнице, где будут производиться эти сделки P2P. Ну, это, наверное, должно быть интересно для тех людей, которые как раз-таки отслеживают, да, за такими видами, способами заработка, да, чтобы с криптовалютой иметь какие-то дела. Но я со своей стороны хотел, как судья, да, такого суда, который рассматривает такие гражданские дела, предупредить этих людей, чтобы были более внимательны при совершении таких дел и понимали, что закон он, пока на сегодняшний день не может в полной мере защитить этих людей тоже косвенно, если пострадает от интернет-мошенников, когда они могут продать не туда эту криптовалюту и потерять. И нередко даже возникает иски не то, что они основательные решения, а иск, например, вернуть криптовалюту. USDT там, или это пускай будет биткоин, другой вид. Здесь опять-таки мы не можем это суды, то есть не удовлетворять такие иски именно в части обязания, например, возвратить эту криптовалюту. Опять возвращаясь к этим правилам Международного финансового центра Астана, что все сделки должны быть происходить только на этой платформе лицензированных юридических лиц фактически. Ну, это то, что части, наверное, криптовалюты. Кстати, вот здесь по криптовалюте, опять это все-таки интернет-мошенничество и гражданско-правовые споры между собой смешаны. Да? Если мы говорим про криптовалюту материальная ответственность, когда ты просто потерял деньги. А есть еще уголовная ответственность, да, незаконная предпринимательская деятельность. Но это, наверное, отдельная часть, поскольку это там действительно должен быть установлен органом уголовного преследования. И у нас есть, и были такие факты. И суд города Астаны на своем сайте это публиковал, я тоже об этом публиковал, ссылка есть. Благодарим за содержательный доклад. Келесі сөз кезегі Нұргүл Қаппарқызы. Өзіңізде мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті елорда тұрғындары, қала қонақтары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін сіздермен еліміздегі сот жүйесінде жүзеге асып жатқан цифрландыру үрдісі туралы бөліскім келеді. Бұл сот төрелігін ашықтығын қамтамасыз етуге, халыққа көрсетілетін құқықтық қызметтің сапасын арттыруға бағытталған маңызды реформалардың бірі. Еліміздегі сот жүйесі заманауи технологиялармен қарқынды түрде цифрландырылып жатыр. Сот жүйесіндегі цифрландыру моделін жетілдіру азаматтардың құқықтық қолжетімділігін арттырып, әділ сот төрелігін барынша ашық етуге бағытталған маңызды қадам. Осы сот жүйесінде жұмыс жасап жатқан адам ретінде, яғни судья ретінде айтарым, қазіргі таңда елімізде төрелік ақпараттық жүйесі, сот кабинеті, кол орталықтар секілді платформалар сәтті қолданылып келетінін жеткізгім келеді. Барлық халық, бүкіл елдің тұрғындары сотқа өз арыздарын электронды форматта тапсырып, өзінің нақты істерін өз цифрлық модель арқылы қадағалап, қажетті талап тілектерін электронды түрде жолдап отырады. Төрелік ақпараттық жүйесі арқылы сотқа түскен әрбір кіріс корреспонденциялары тіркеліп, тиісті түрде тиістілігіне қарай, орындалуына қарай мамандарға және істі қарайтын судьяларға бөлінеді. Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен түскен арыз талаптардың барлығы автоматты түрде кездейсоқтық тәртіппен цифрлық модель, яғни төрелік ақпараттық жүйесі арқылы кездейсоқ тәртіпте бөлінеді, судьяларға жеткізіледі. Істерді электронды формат түрде, қазір білесіздер, әртүрлі мобильді қосымшаларды пайдалану арқылы онлайн түрде өткізіліп жатыр.
Еліміздің барлық аймақтарында дерлік сот процестері онлайн режимде өтуде. Бейне байланыс, электронды кезек, мобильді қосымшалар сынды шешімдер бүгінгі цифрлық сот жүйесінің негізгі бөлігіне айналды. Осы арқылы азаматтар үйден шықпай-ақ онлайн тәртіпте кез келген жерде, яғни демалыс орнында отыр ма, немесе жұмыс барысында бар ма, артық шығынды жұмсамай, уақытын үнемдеп онлайн форматта сот процестеріне қатыса алады. Жоғарыда айтып өткендей, сотқа арыздар мен өтініштер электронды форматта тапсыру, сот процестеріне онлайн қатысу қалыпты тәжірибеге айналды. Сот төрелігіне деген қолжетімділікті арттыру мақсатында 2014 жылдан бастап сот кабинеті порталы туралы тағы да айтып өткім келеді. Сот кабинеті бұл республика бойынша соттардың электрондық сервисі. Бұл платформа арқылы азаматтар мен заңды тұлғалар сотқа жүгініп, қажетті процестік әрекеттерді онлайн режимде орындай алады. Оның мақсаты азаматтардың сотқа қолжетімділігін жеңілдету, қағаз басшылықтан азайту, процестердің ашықтығын қамтамасыз ету, уақыт пен шығынды үнемдеу. Негізгі функциялары электронды арыздарды беру, сот ісі құжаттарымен танысу, сот отырыстарының уақыты туралы хабарламалар алу. Тіпті қазіргі таңда істі өздерінің қатысуынсыз қарау туралы өтініштерді жіберу, немесе өкіл арқылы қатысу бойынша сенімхаттарды осы сот кабинеті платформасы арқылы рәсімдей алады. Құжаттарды қадағалайды, өзінің жіберген арыздары бойынша статустарын көріп отырады. Процестік құжаттарды оңай онлайн түрде жолдай алады. Сот кабинеті платформасына, яғни осы жүйеге кіру жолдары электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жүзеге асырылады. Және өзінің ЖСН-ін теру арқылы. Бір реттік SMS пароль арқылы. Бұл мобильді азаматтар базасында тіркелгендер үшін арналған. Сот кабинетіне бірінші тіркелу қажет. Онда QR код арқылы да тіркелу қазір қамтамасыз етілген. Сот кабинеті платформасы арқылы жыл сайын миллиондаған құжат электронды түрде тіркеліп отыр. Бұл қағаз басшылықты жойып, процестің тиімділігін едәуір арттырды. 1 шілдеден бастап, осы 2025 жылға осы сот кабинетіне жеке файл ретінде PDF форматтағы, DocX, XLX форматтағы жеке файлдарды 20 мегабайтқа дейінгі көлемде жүктеуге мүмкіндіктер ашылды. Сот жүйесі мен құқық қорғау органдары жүйелерінің интеграциясы арқылы арыздар электронды түрде беріліп, сотта істер электронды форматта қаралуда. Барлық сот мәжілісі залдарында дыбыс және бейне жазба құралдары орнатылған. Қазіргі таңда сот отырысының қатысушылары хаттаманы қолмен түзбейді. Дыбыс және бейне жазба құралы орнатылу арқылы процестер толығымен жазбаға алынады. Іске қатысушылар өздеріне тиісті істер бойынша дыбыстық жазбаны алып таңдап қарай алады. Және бейне жазбамен келіп таныса алады. Осылайша цифрлық модель тек техникалық жаңғыру емес, сот төрелігінің сапасын арттырудың басты факторына айналды. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі жасанды интеллект әлемдік тренд болып отыр. Біздің қоғам цифрландыруды қолдану мен жасанды интеллектін бағындыруды уақытпен бірге көшпен қалыспай жүзеге асырып отыр. Яғни қазір сот жүйесінде де жасанды интеллектіні кеңінен қолдану мүмкін болды. Қай саланы алып қарасаңыз да цифрлық бағдарламаларға жасанды интеллектін қолдануға талпыныс байқалады. Осы ретте мемлекет басшысы судьялардың 8 және 9 съезінде бірыңғай сот тәжірибесінің қалыптасуын оңтайландыру мақсатында жасанды интеллектін қолдануды кеңейту мүмкіндіктерін қарастыруды тапсырған. Осыған орай жоғары сот пен сот әкімшілігі бұл мүмкіндікті кеңінен қолдануға кірісіп кетті. Яғни қазір сотта пилоттық негізде жоба бойынша жасандық интеллектті пайдалану жүзеге асырылып жатыр. Бұл дегеніміз сотқа талап қою келіп түскен кезден бастап татуластырушы судья жасанды интеллект модулі бойынша түскен арыздың мәтінін енгізіп, болжамды шешім қабылдау мүмкіндіктерін көрсете алады. Осы жасанды интеллектіні қолдану арқылы тараптар сотқа дейінгі дауды, яғни істі қозғағанға дейін бейбіт жолмен шешу мүмкіндігін қарастыра алады. Тараптар өзінің ары қарай осы дау бойынша қандай мүмкіндікке қол жеткізетінін, болжамды шешім қандай болатынын жасанды интеллекті бойынша біліп отырады. Қарапайым тілмен түсіндіргенде, мұндағы мақсат халықты сот істерінің нәтижелерін іздеу мен
бағалауда сапалы тың құралмен қамтамасыз ету. Яғни жасанды интеллект бойынша енгізілген миллиондаған сот актілері бойынша индикаторлар өз ретін тауып, ол жерде классификатор, істерді классификациялау арқылы қандай дауда, қандай санатта қаралатыны, ол санатта қаралған істер бойынша қандай сот актілері қабылданғаны, арыз беріп отырған, даулап отырған адамның мүмкіншілігі қандай екендігі туралы болжамды цифрды көрсетіп береді. Яғни пайыздық мөлшерде. Осы дауды сотқа жеткізген күнде, іс қозғалған кезде дауды ұту мүмкіндігі 5% ба, немесе қандай пайызда, жоғарғы деңгейде ме, соны көрсете алады. Бұл дегеніміз, ол ары қарай жүгінуге, немесе өзінің құқығын сот арқылы қорғауға мүмкіндігі жоқ деуге келтірмейді. Дегенмен азаматтардың, іске қатысушы, сотқа арыз берген адамдардың өзінің мүмкіндігін болжай алуын реттестіреді. Заңнама өзгерген сайын ақылды жүйе, яғни жасанды интеллект бойынша жүйеде заманына қарай, уақытына қарай сай өзгеріп, бейімделіп отырады. Бұл жоба қазіргі уақытта судьялардың шешім қабылдаудағы сенімді көмекші құралына айналған десек те болады. Себебі ұқсас болжамды істер талдау моделінде нақты шығарып көрсетіліп тұрады. Бұл бірыңғай сот тәжірибесін қалыптастыруға зор мүмкіндік беріп отыр. Алгоритмге негізделген нейрондық желі миллиондаған сот актісін талдап отырады. Елдегі ұқсас істер бойынша статистика мен басқа да қажетті мәліметтерді ұсынып отырады. Осы тұрғыда цифрландыру әділдікке жол деп айтқым келеді. Яғни әділдік бұл тұрақты дамудың кепілі. Біз судьялар корпусы осы бағыттағы жұмысты одан әрі жетілдіруді жалғастырамыз. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Алғашқы сұрақ Алмас Сұлтанғалиева, өзіңізге. Можно ли заставить банк компенсировать? Да, я вот уже, как в своем докладе озвучил, да, то, что иски к банку второго уровня признания договора банковского недействительным не совсем верный способ будет для защиты своего права, да, поскольку будет сложно доказать вину банка. Но есть способ, как защитить свои права, то есть путем подачи заявления в банк о приостановлении начисления вознаграждения, пени и взыскания задолженности при установлении видным приговором суда других лиц в оформлении этого кредита. Долг просто может быть списан. И, соответственно, банк уже будет разбираться сам с этими мошенниками. Рахмет, келесі сұрақ. Что делать в первые часы после перевода? В первую очередь надо, наверное, обратиться в органы полиции. Да, это оперативно, чтобы было установлено. И банк второго уровня, конечно, то, что если возможность приостановить свою банковскую операцию, перевод, чтобы денег не осуществился. Но чаще всего все-таки банки стремятся к быстрому переводу, поэтому практически мгновенно деньги уходят, и банки второго уровня редко могут заморозить. Да, у нас есть там 3 рабочих дня, да, на перевод денег, но через мобильное приложение, если это перешло, то, возможно, не успеет, поэтому в полицию и в банк второго уровня. Рахмет, келесі сұрақ. Поддельный голос родственника. Банк просит деньги. Что Да. это? Да, это действительно очень удивительно, насколько технологии позволяют там не то, что там поддельный голос родственника, но и видео даже могут с помощью каких-то приложений, да. И здесь, тут уже, наверное, все зависит от человека, как он критически, да, может отнестись. Действительно, если это надо позвонить по телефону, да, в первую очередь все-таки убедиться, что это твой родственник просит. Быть более критичным к таким просьбам, если они вызывают у вас какое-то подозрение необычное. Спасибо за ответ. Келесі сұрақ Нұргүл Қаппарқызы, өзіңізге. Біздің елде дропперлерге қандай жаза қарастырылған? Дропперлер туралы жаңа әріптесім айтып өтті. Оларға жаңа тікелей нақты дропперлерге қатысты қылмыстық заңнамаға өзгерістер енгізіліп, 2025 жылғы 16 шілдеде бұл заң қабылданды. Ол бойынша жаза жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілеріне қарай қылмыстық жаза қолданылады. Қолданысқа әлі енгізілген жоқ. Заң күшіне енген күннен бастап, сол күннен бастап қолданылады. Қылмыстық жаза қолданылған
колданылатынын эскертким келет. Рахмет. Келесі сұрақ, еркінен тыс дроппер болып кеткендер бар ма? Мәселен, бір адам банк картасын жоғалтып алып, оны алаяқтар өз пайдасына пайдаланған секілді жағдайлар кездесе ме? Иә, әрине, мұндай жағдайлар өте көп кездесіп жатыр. Дропперлер алдын өзінің қылмыскерлерге сыбайлас болып жатқан немесе заңсыз алынған ақшаны өзінің есеп шоты арқылы өткізіп жатқанын білмей қалады. Тіпті дроппер екенін де білмейді. Бұл кейіннен енгізілген ұғым. Заңсыз жолмен шығарылған ақшаны қылмыскерлерге заңдастырып беру, яғни өзінің есеп шоты арқылы өткіздіріп беру ортадағы адам болып қалады. Әрине, олар жаңағы өзіне несін банктік картасын жоғалтып алғаны туралы сотқа уәждерін айтып жатады. Бұл жағдайда сот оған сыни көзбен қарайды. Себебі әрбір адам банктік картасын жоғалтқан кезде өзінде мобильді қосымша бар, сол арқылы оны блокқа қойса, тұйықтау дейді ғой, тұйықтап қойып, және тиісті банк қызметкерлеріне хабар беру керек. Ол жайында өтініш айтып, бұл банктың банктік картаның күшін жоюға, ары қарай ол бойынша жұмыс істеуге, яғни әрекет етпеудің жолдар қарастыру қажет. Жоғалтып қойдым деп қарап отыруға болмайды. Сондықтан бұл жағдайда әр адам өзі жауапты. Яғни өзінің есеп шотына, өзіне берілген банктік картасына, мұнда банктік картасында 3 белгі бар ғой, CVC коды деп. Осы бойынша оған тікелей, оған берілген адам ғана жауапты. Сондықтан жоғалтып алып, байқамай қалып, жаңағы алаяқтардың қолына түстім деу көптен кейде сенуге келмейтін жағдайлар болады. Бұл көбінесе адамдар болмашы бір табыс табудың көзі ретінде өз еркімен банктік шотын беріп, банктік картасын беріп, келісім алады, жаңағыда сыйақы алып, табыс табу мақсатында. Рахмет. Келесі сұрақ, интернет алаяқтық мәселесі бойынша сот тәжірибесі қалай болып жатыр? Жәбірленушілер ақшасын қайтарып алу үшін не істей алады? Бұл жағдайда бірден бір айтатынымыз, біз қазір енді азаматтық істер жөнінде істерді қарайтын сотта жасайтын болғаннан кейін, көбінесе бізде сот тәжірибесінде адамдар интернет алаяқтыққа ұрынғанын көрсетіп, құқық қорғау орындарына жүгінеді. Бірақ тікелей осы қылмысты жасаған адамдар анықталғанға дейін қылмыстық іс жүргізу тоқтатыла тұрады да, ол жүгінген адамға қолына оның жәбірленуші деп танығаны туралы қаулы береді. Осы негізді күтпей, жаңағы құқық қорғау органдарынан алған қаулыны алып, өздерінің жәбірленуші екенін танып, және ақшаның үшінші тұлға, қай тұлғаға түскендігі туралы деректерді, мәліметтерді анық білгеннен кейін, негізсіз баю салдарынан алынған ақша қаражаттарын қайтару туралы санаттағы арыздарды сотқа береді. Яғни сотта келген шығысты өндіру туралы талап бойынша азаматтық іс жүргізу тәртібінде қаралып, осы да азаматтық тәртіппен қаралады. Ал қылмыстық іс жүргізу бұған тікелей байланысты емес. Қылмыстық іс жүргізу бойынша нақты сол қылмысты жасаған адам да анықтап, оның кінәлі екендігін тану сот үкімімен ғана белгіленеді. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Алмас Сұлтанғалиұлы, Нұргүл Қаппарқызы, уақыт бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.